Жаңа аппаратты көргенде қызым сеніңкіремеді. Қалайша бұл кішкентай ғана аппарат жеміс жидекті де, көкөністі де, етті де тазалайды деп көп ойланбай өз көзімен көріп тексеруге көшті. Ол үшін алдымен ыдысқа краннан су құйды да өзі көп пайдаланатын салатный листьяны салды. Әрине алдын ала әбден жуып алды. Аппаратты фрукты положениесіне қойды. Қараңыздар, аппарат қосылғаннан не болып жатқанын. Суға жапырақтың қуыс-қуысындағы тозаңдар қалқып шығуда. Қызым 5 минуттан кейін шыдамай суын төгіп көрген еді, түбінде қаншама топырақ. Мен ғой бұл аппаратты әбден зерттегенмін. Пестицидтен 97%-ға, паразиттерден 99%-ға тазалайтынын білемін. Бәрімізге аян. Зелень болсын, жеміс жидек болсын, негізінен теплицаларда